Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы ПП панкейктер пісіреміз. Ол үшін блендерға жұмыртқаны, бананды және айранымызды құйып, осының барлығын жақсылап тұрып блендермен араластырып аламыз. Енді осы қоспаның үстіне ұнымызды сеуіп және қопсытқышымызды, тұзымызды сеуіп, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қызып тұрған табаға ешқандай май жақпай қасықпен былайынан құйып шығамыз. Диаметрін өзіміздің қалауымызша құямыз. Осылайынан панкейктарымыздың бәрін құйып, бір жағын пісіреміз. Панкейктардың бетіне тесіктер пайда болған кезде ақырын ғана екінші жағына ауыстырып пісіреміз. Дайын болған панкейктерді өзіміздің қалаған жеміс-жидектермен сәндеп, балмен ұсынсақ болады. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.